Сәлем досым, өмір жолы арнасына хош келдің. Арнама тіркеліп, лайк басып, достармен бөлісуді ұмытпа. Көптен көп рахмет. Тоты әдемі еді. Ақ құба өнді, бота көздері қап-қара, кішілеу қыр мұрын, оймақ ауыз, шашы көмірдей жылтыраған, талдырмаш денелі, қол-аяғы оқтаудай түп-түзу, сымбатты бойжеткен. Оған қоса тұнық судай мөлдіреген жанары манайына мейірім шуағын төгіп тұратын тотының жібек мінезі, жылы лебізі қолмен тізгендей аппақ інжу тістерін түгел көрсете күлгенде кісіге риясыз танытатын ақ көңілі әсем көркінің ажарын аша түсетін. Жаны таза жас қыздың сұлулығы өзіне сор болды. Қылтиып қыз бола бастағасын-ақ бозбала біткеннің қарауылына ілікті. 17-ге толып, орта мектепті бітіргесін шынымен хас бәлеге қалды. Үйден аттап шықса болды, жігіт атаулы сонына ереді. Кәдімгі киік аңдыған түз бөрілері сияқты. Қайсысы бұрын тап берерін білмей жалаңдасып жүргені. Бұл жай Тотыға ұнамады. Оның арманы оқу болатын. Өзінің жақын құрбысы Құрала екеуі Алматыға білім сапарына аттанып кетуге асыққан. Ол жақтан да Тотыны төңіректеушілер табылды. Бірақ арман қуған қыз байсалды қалпын өзгертпей, алдына қойған мақсатына қайсарлықпен ұмтылды. Бар зейінін оқуға аударды. Жатақхана мен оқу корпусынан басқа бағытқа қия баспады. Сабақ кезінде де топтан шашау шықпады. Ақыры асқан жігер мен темірдей төзімнің арқасында табандап отырып 5 жылды тауысқан. Институтты үздік бітірді. Мамандығы мұғалім. Жолдаманы әдейі ауылына жақын бір қалашыққа алды. Өндірісті ортадағы өмір қызықтырды. Түйенің жайылымы жақын туған ауылының жабайы тіршілігі жеріндіріп, тас көше мен қоғамдық көлікке үйреткен қала тұрмысын қалады. Қала мектептерінің жай күйі де ауыл мектебімен салыстырғанда жер мен көктей еді. Тоты соның бәрін ойша таразылай келіп, ауылдан жарты сағаттық жердегі қалашыққа тоқтаған. Жас маман ретінде тұрақжай мәселесі де тез шешілді. Еншісіне көп қабатты үйден бір бөлмелік жеке пәтер тиді. Әке-шешеден бөлек түтін түтетіп, тұрмыс құрмай жатып қосын айырып жатқан тек Тоты емес. Ауыл жастарының көбі қалада жұмыс істейді. Екінің бірі қатынасып жұмыс жасап жүр. Соңғы кезде ауылда жастардың қатары сиреген. Бәрі қаланы жағалайды. Алайда ауылдан қол үзген емес. Демалысында барып келіп тұрады. Солардың бірі Тоты. Тоты ауылға жалғыз оралған еді. Құрбысы оқу бітіретін жылы Алматы маңының жігітімен тұрмыс құрып, сол жақта бір жола қалды. Қызының үлкен оқуды бітіріп, білдей мұғалім болып оралғанына қуанған ата-анасы кішігірім той жасады. Тойға жиналған ауылдастары көз алдарында өскен кішкентай Тотының салуалы қыз болғанын көріп, қызықты. Қызы барлары оларға Тотыны үлгі ететін болды. Ұлы бары, әсіресе ержеткен баласы барлар Тотыдай келін түсіруді армандады. Бүкіл ауылдың маңдайындағы жұлдызы сияқты еді Тоты. Тілек білдірушілер көп. Қыздың әке-шешесі құда түскендерге тура жауап бере алмай, ақтық шешімді оқыған, білімді жастың өзіне қалдыра беретін. Өмір жастардікі, өздері жарасып жатса, біз қарсы болып қайтеміз дейтін олар. Тоты өзіне сөз салғандардың ешқайсының тілегін мақұлдамады. Жүрек қалауымен жар таппаққа бекінді. Бірақ ол ойы жүзеге аспады. Адамның дегені болмайды, Алланың дегені болады деген ғой. Бірде әдеттегідей ауылға барып қайтпақ боп жолға шыққан. Көрші ауылдың жігіті қоныс кездесе кетті. Ол да Тотының ауылында тұратын нағашыларынікіне бет түзепті. Астында су жаңа Жигули, жанында бір жылмыр жігіт пен жылмақай келіншек бар. Жолы бірге болғасын Тоты ешқандай қауіп қылмастан көлденең тартқан көлікке отырған. Күн еңкейіп қалған. Қара суық күздің бір жайсыз беймаза мезгілі. Жол бойындағы талдардың қызғылт күрең жапырақтары төбеден жаңбырша сатырлай жауып әйнекті сабалайды. Жаздың базары тарқап, табиғат ана жер бетін сыпырып сиырып, тазартып алғысы келгендей желдете ысқырады. Сауда-саттығын бітіріп, қапшық қалтасын қағып сілкіп, қайтуға жиналған саудагер секілді. Терезеден айналадағы табиғат құбылысын бақылап, өз ойымен әуре боп отырған Тоты байқамапты. Қоныс басқа жолмен ызғытып келеді екен. Дегенше Тотыны өз ауласында күтіп тұрған топ әйелдің ортасына әкеп түсірді. Дуылдасқан бір қора ел қызды қоршай тұра қалысып, бірі қолтығына жармасып, бірі басына ақ шүберек бүркеп жұмаласып жатыр. Тотының қарсылығын ескеріп, сөзін тыңдап жатқан ешкім жоқ. Құжынай келіп қызға тап берген аралардай гүж-гүж ете қалған қарулы қатындар биязы, момын бойжеткенді жан-жақтан қаумалай келіп,
табалдырықтан ішке кіргізіп те жіберген. Тоты өзінің андаусызда алданып қалғанын түсінді. Туласа да, тыпырласа да тәрбиелі қыз ақ сақалды ата мен ақ жаулықты ананың алдын кесіп өте алмады. Еріксіз аттаса да ақ босағадан еркімен қайта шығып кете алмады. Басына бүркеген ақ жаулықты жұлып тастауға қолы бармады. Сырттай ғана таныс жігітпен бірте-бірте жарасым тауып, тағдырдың маңдайына жазғанына мойынсұнды. Тоты қонысты көптен танитын. Бала кезден өз ауылындағы нағашысынікіне келіп жүретін пысықай қара бала көзіне жақсы таныс. Есейе келе отырмақтарда кездесіп қалып жүрді, кейде қатар отырып қалатын, биге шақырып та көрген. Бірақ сіз бізден аспайтын, қара көздері отты болғанмен бұның қасында босансып жуаси қалатын. Өзін өлердей сүйетінін, бала жасынан сыртынан ғашық болып жүргенін, той өткесін қуаныштан егіле тұрып ақтарыла айтқан. Жігіттің жан сырына сенбеске Тотының шарасы қалмаған. Жұптасып өмір сүре бастағасын жұбайын жақынырақ біле бастады. Жалпы жаман адам емес сияқты, түрі әлпеті де келісті, қара торының әдемісі, ат жақты, қыр мұрын, қара көздері от шашқан, қияқ мұрт, кең жауырын орта бойлы жігіттің бір міні қызғаншақ екен. Қай жерінде жасырынып жатқаны белгісіз, бір қызыл көз ит қит етсе құтырынып шыға келетін болды. Бұл мінезін ол бірден-ақ байқатқан. Той соңынан келіншегінің қолынан шай ішпекке арнайлап келген бір топ жігітті дүркірете айдап шыққан. Аздап қызғындау болатын. Ертесіне бәрін сонысымен жуып шаймақ болды, бірақ араға күндері салып өз төрінде қайта бас қосқан жолдастарынан келіншегін тағы жасырып қалды. Бұл жолы ауырып жатыр деп мүлдем көрсетпей қойды. Сап-сау Тоты олар кеткенше өтірік ауырып жатуға мәжбүр болған. Қоныстың қызғанышы күннен күнге өршімесе кемімеді. Қайта ішіндегі қызыл иті жиі-жиі бас көтеретін болып алды. Әйелдер мерекесі қарсаңда Тотыға гүл ұсынып бетінен сүйген туған інісін желкелеп үйден қуып шыққан. Қып-қызыл раушан гүлдерін табанымен мыжғылап терезеден лақтырып жіберді. Сол үшін Тоты да күйеуінен тұңғыш рет шапалақ жеген. Бұлар көп замай енші алып қалаға көшкен. Екеуден екеу бөлек тұрса да қоныс әлгі бір жаман әдетінен арыла алмады. Үйге біреу-міреу келсе Тотыны тығып қояды. Көрші көлеммен араласуға қарсы болды. Түнгі кезекке кеткенде келіншегін сыртынан құлыптап қоятын. Ақыры түнгі ауысымды қолайламай күндізгі жұмысқа ауысты. Мереке тойларға түрлі сылтау тауып, қатынастырмаудың амалын жасайтын. Анда-санда үйлеріне алыстан қонақ келе қалса қоныстан тыныш кететін. Әсіресе қонақ ер кісі болса қиын. Түнімен кірпік ілмей шығады. Ол үшін алыс-жақынның айырмашылығы жоқ. Әйелін еркек атаулыдан жаппай қызғанатын, Тотының киген киімдеріне дейін қадағалайтын, қалт еткен қимылын назарда ұстайтын, айнаға үңілсе неге қарадың деп, күлсе неге мәз болдың деп мазасын алатын. Бірде Тотының жаңадан тіктіріп киген көйлегін айнаға қарап қызықтап тұрғанын көріп, сол бойда үстінен шештіріп алып отқа салған. Онысымен қоймай әйеліне бұл көйлекті киіп кімге көрінейін деп жүрсің деп тиіскен. Қоныс ең аяғы есік алдындағы дүкенге де ере баратын. Шықса шығып, кірсе кіріп Тотының басқан ізін андайтын. Не керек, күйеуі Тотының жанды көлеңкесіне айналған. Ылғи қосақталып жүретін бұларды көрген жұрт сырттарынан саусағын шошайтып күлетін болды. Осыны сезіп, ұяттан жерге кірердей болған Тоты күйеуінің осы ерсі әдетін сырын ашпақ болып, сен осы мені кімнен қызғанасың? Көлеңкеннен қызғанасың ба? Қызғаныштың да жөн-жосығы болмай ма? Деді. Қоныс бұндайда өзінің үйреншікті бір ғана жауабын беретін. Мен сені сүйгендіктен қызғанамын. Қызғанышым қаншалықты күшті болса, соншалықты сүйетінімді неге түсінбейсің? Сонымен сөз тамам. Бұл әдеттен күйеуінің тыйылмасына Тотының көзі жеткен. Адам баласы неге көндікпейді? Тоты да тағдыр жазған қосағының ерсі қылығына бірте-бірте үйренісе бастады. Балалы болғасын өзі таңдаған қызметтен қол үзуге тура келді. Ендігі өмірін бірыңғай бала тәрбиесіне бағыштауды жөн көрген. Отбасы балалардың сүйкімді бұлдырына бөленіп, шаңырақ астына шаттық орнады. Соңғы бірер жылда қапасқа түскендей тұйық өмір қажытқан Тотының бесік тербетумен бірге тамаша бір қабілеті танылған. Өзі әжептәуір әнші екен. Ұзақты күнге ас үй қабырғасында ілулі тұратын кішкене қолсандықтай радио қабылдағыш құйқыл жұтта әнге басатын. Кімдер ән салмайды десеңші, қазақтың небір бұлбұлдары кезегімен сайрайды-ау. Тоты соның бірін қалт жібермеуге тырысатын. Бір қолы қазанның құлағында, бір қолы бесіктің түбегінде жүріп, бар ықыласымен ынта қойып тыңдауға үйренген. Ертеңнен қара кешке дейінгі ермегі кішкене сәбиімен радио қабылдағыш. Жер жаһанның жаңалығын Тотыға жеткізетін де сол.
Тыстағы ауа райына дейін содан естіп біледі. Әсіресе жез таңдай күміс көмейлер тамылжыта шырқайтын әнді айт. Тоты өзінде сол әншілерге қосылып ән салатын байқамайды екен. Бір күні әдеттегідей есіктің құлпын өз кілтімен ашып тықырсыз кірген Қоныс келіншегі ән салып тұрғанда ту сыртынан оқыс тіл қатты. «Ох, өзің керемет әнші екенсің ғой!» Тоты шошып кетті. Күйеуі есіктің жақтауына сүйеніп өзін тыңдап тұр екен. «Туф, шошытып жібердің ғой!» деп Тоты қабағын шытынды. Аққұба өңі өрттей жанып кетті. Жіңішке қастары туған айдай иіле қалды. Бота көздерінің аясы шып-шып жасқа толды. Ұрға ұқсап, үйге үн-түнсіз кіруіңді қоймадың-ау. Қызғаншақтығы болмаса, Қоныс адал жар, асыл әке бола білді. Тапқанын Тотының алақанына салады. Отбасынан мейірім шуағын аямайды. Қуанышы мен шаттығы, мейірі мен шуағы өз отының басына шашылып төгіледі. Бірақ тысқа шықса бітті, тымыр аяды да жүреді. Тотымен бір жерге бара қалса, оның сөйлеген сөзін, күлген күлкісін андып, тынысы тарылумен болады. Жазатайым әйеліне бөгде еркектер көз қиығын тастаса, не тіл қатса, құты қашады. Орнынан ұшып тұрып, Тотыны үйге қарай сүйрей жөнеледі. Талай жерде сөйтіп ұятқа қалдырды. Тоты кісіге қараудан, адаммен шүйіркелесуден қалды. Қорғаншақ үркек болып алды. Қоныс болса, Тотыны енді әйелдерден қызғануды шығарған. Құрбы келіншектері келсе, әне бір күлегеш қатын неге келе береді? Оңашада құпиялап не айтасыңдар деп қазбалайтын. Тоты ақыры өзін қоршаған ортамен мүлдем байланыспауға бекінді. Тоты ақырында 4 қабырғаның аясында оңаша күн кешуге мойынсұнған. Өз ырқымен бостандықтан бас тартты. Тек сана сезімі, ақыл ойы, таным түйсігін бір сөзбен айтқанда, жан сарайының саңылауы, көкірек көзі азат еді. Сол азат көкірегінің көзінен бұлақ сезімін селдете ақтарып, күлуге, жылауға, ән шырқауға еріктеді. Бұндай күйлердің барлығы бір басында болып тұратын. Бірақ көбіне ол ән салатын. Өзінің бұлақ суындай таза, мөлдір даусымен ән шырқайтын. Әттен тыңдаушысы жоқтығы болмаса, Тотының әнінің кемі жоқтын. Қай сахнаға шығарып шырқатсаң да ұялмай тыңдауға болатын Тотының әнін. Балалар өсіп келе жатты. Үлкен 2 қызы оң солын танып қалған. Екеуі егіз қозыдай. Бірінен бірі айырып алғысыз. Аттары да ұқсас, Арай және Нұрай. Екеуі де анасына тартқан. Ақша маңдай, алма бет, жәудіреген бота көз, сүп сүйкімді. Олардан соңғы ұлы Нұрбай әкесіне тартқан. Өндіше қара торы бала. Көзі жылтыңдаған пысық. Кіші қыздары Шырай өзгеше. Түр келбеті әкесіне тартқанымен биязылығы, кінаратсыз таза күлкісі, дауыс әуезі, қимыл қозғалысы аумаған Тоты. Жанының нәзіктігі мен әнге құмарлығы да анасына ұқсаған. Тотының көңілінің жұбанышы да, көзінің қуанышы да осы балалары. Өмірінің базары мен ажары солар секілді. Өзі оларды жан тәнімен жақсы көретін. Соны сезетін Қоныс, саған балаларың болса болды, мені керегім жоқ қой, деп қызғаныш білдіретін. Сондайда Тоты не күлерін не жыларын білмей дағдарып қалушы еді. Апырау, дүниеде басқа аурудың емі табылса да, дәл осы қызғаншақтық дертінің дауасы табылмас деп ойлайтын Тоты. Бұл кезде Қоныстың қызметі жоғарылап, қаладағы үлкен автобазаның қоймасын басқаратын. Жаңа қызметтің өзіндік қиындығы да болды. Қоныстың міндеті автокөліктердің бөлшектерін табу. Көп ұзамай, керек жарақ құралда жеткізу жайымен 3-4 күнге іс-сапарға шығуға тура келген. Өзінен өзі күйгелектеніп жүрген күйеуін көргенде Тоты бір бәленің болғанын сезген. Сұрауға батпады. Түнімен дөңбекшіп, мың аударып шыққан Қоныс қол сөмкесін жиыстырып, киініп болғансын Тотыға. Мен облысқа барам, 3-4 күннен ұзамаспын, үйде бол, деп өз жайын қинала жеткізген. Тоты үндемеді. Қосылғалы бері өзін көзінен бір күн таса қылып көрмеген күйеуінің 15 жылда үйден алғаш рет ұзап шығу еді бұл. Осы жолы да әлде бір сылтаулармен Тотыны қасына ерте кеткісі келгенімен қиюы келмей-ақ қойды. Кішкентай Шырайға қызылша шығып қызулап жатқан. Сонымен артына қарай-қарай Қоныс амалсыздан жолға шыққан. Шыққаны бар болсын, артындағы Тотыға уайым болды. Аман келсе екен деп тіледі ішінен тынған Тоты байғұс. Бізді ойлаймын деп бір бәлеге ұрынбаса жарар еді. Әуелден дидар ғайып деген сөз бар ғой. Ертең күйеуім келеді деп елеңдеп отырғанда, ойда жоқта ауылдан енесі мен қайнысы сап ете қалмасын ба? Тоты іштей бір қауіп ойласа да сыр бермеді. Не дейді? Туған енесі мен қайнысын үйде қоныс жоқ еді деп далаға қондыра ма? Қонды. Ертесіне кешке көңілін күпті қылған Қоныс та жетті-ау.
табалдырықтан аттасымен есік алдында жатқан ер кісінің аяқ киімін көргенде түсі бұзылып кетті. Боз болып, кім келді үйге, деді алдынан шыққан Нұрбайға, аузынан басқа сөз түспегендей. Әжем мен тәтем. Оларды кім шақырды? Тотының жүрегі зырқ етті. Қоныс жөндеп аман саулық сұраспастан шаршап келе жатырмын деп шайға қарамастан жатып қалды. Үйдегілерге ас батпады. Қабағын қарс шауып алған ағасын көрген інісі қатты ыңғайсызданды. Шешесі де өзімен жөндеп амандасуға жарамаған баласына іштей ренжіп қалған. Үн-түнсіз шай ішілген соң ертелетіп жүретіндерін айтып, қонақтар ұйқыға жатуға кірісті. Қонақтарын жайғап, қазан аяғын жуып, жиыстырып болып жатын бөлмеге кірген Тотының көзі төсекте бүрісіп жатқан күйеуіне түсті. Ояу екенін түсінді. Тым-тырыс шешініп көрпеге қисая бергенде Қоныс күңк етті. Аналар неғып жүр? Енемді дәрігерге қаратып келіпті. Қашан келді? Кеше. Қайда қонды? Осы үйге. Қоныс жұдырығымен жарды соғып жіберді. Бұл не, қонақ үй ме? Туған шешең емес пе? Туған болса қайтейін, ана итке не жоқ, сылтауының түрін. Ол иттің әуелден көзінің қыры бар сенде. Сосын келеді бұл үйге. Мен білмейді дейсің бе? Қарашы, үйден шыққанымда аңдып жүргендей, келгіш болса мен барда неге келмейді? Саған келіп жүр ғой. Солай ма? Айт шыныңды. Әлде сен хабар бердің бе? Үйде күйеуім жоқ деп. Айтшы ғане, неге үндемейсің? Қоныс Тотының алқымынан қос қолымен қысып сығымдай бастады. Құдайдан қорықсаңшы. Тотының үні бітіп, тұншығып бара жатты. Мә, саған жәлеп, мә, саған құдай керек болса. Қоныс Тотыны жатырға тепкілей бастады. Тоты есінен танып жатыр еді. Сол бір келеңсіз оқиға Тотының жүрегіне жазылмас жара салған. Күйеуіне деген сезімнің оты бір жола сөніп, кеудесінде қос уыс күлі қалғандай. Төсектен тұра алмай бұратылып 2 күн жатты. Тұла бойын таспен бастырып тастағандай. Денесі зіл тартып, қыбыр етсе іші бауыры солқ-солқ етеді. Тоты тілден қалды. Бөтен адамдай өзгеріп кеткен. Көздері жәудіреп, қасына жақындаған балаларына да біртүрлі ықылассыз қарайды. Сүйіспеншілік сезімі мүлдем өліп қалған секілді. Ізгілік пен мейірім толы жомарт жүрегі бір кесек мұзға айналғандай. Ақыл ойын қалың тұман қаптағандай есі кіресілі шығасылы күйде еді. Арада арпалысқа толы 6 күн өткен. Осы уақыт ішінде 6 жылға қартайып кеткен Тоты ақыры өз жанына азаттық алып еді. Үй іші тегіс ұйқы құшағында жатқан түнгі талмау тылсым шақта бар күшін жиып терезеге жеткен Тоты өзін 4-ші қабаттан төменге тастап жіберді. Қымбатты тыңдарманым, бүгінгі әсерлі әңгіме ұнады деген ойдамын. Одан әрі қызықты әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, лайк басып, достармен бөлісіп кетуді ұмытпа. Алла разы болсын.